2016 жылы іргетасы қаланған Алматы қаласы Медеу ауданында орналасқан Қасыл Қатықбаева атындағы нөмірі 168 мектеп гимназиясы бүгінде көптеген жетістіктерге жетіп, ауқымды іс-шаралар өткізіп, қаланың беделді білім ошақтарының біріне айналып келеді. Батыр ана есімі берілген гимназияда ардақты ананың құрметіне көптеген игі іс-шаралар атқарылуда. Солардың бірі 2018 жылдың 24 мамыр күні атқарылған ауқымды іс-шараның өтуі. Игі шараның басы анаға деген құрмет ретінде мектеп алаңында орналасқан Батыр ана ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан басталып, әрмен қарай ғимарат ішінде жалғасты. Еңбек ардагері, көп балалы Батыр ана Қасыл Қатықбаеваның өнегелі өмірі жас ұрпаққа үлгі. Қасыл ананың өшпес өнегесі, таусылмас ерлігі жадымызда мәңгі сақталары хақ. Іс-шараның жалғасы аяулы ананың ғұмырынан сыр шертіп, жас ұрпаққа естелік болар мектеп музей бұрышының ашылуынан өз жалғасын тапты. Музейдің ашылу салтанатына Алматы қаласы әкімі Бауыржан Байбек Қыдырғалиұлы арнайы келді. Сонымен қатар Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ғалым, қоғам қайраткері Беркімбаева Шәмші Көкбайқызы, Қазақстанның тұңғыш еңбек ері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Меразова Аягүл Төреқызы, Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының халық артисі, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының иегері Оразбаев Сәбит Қоңырбайұлы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Балықбаев Тахир Оспанұлы және Алматы қаласы мәслихатының депутаты, Көктем Групп компаниясының директоры Әділханов Мұрат Әділханұлы тағы басқа тұлғалар мен құрметті қонақтар болды. Осындай 12 баланы тәрбиелеп өсірген тыл ардагері Батыр анамыз Қасыл Қатықбайқызы Қатықбаева 1926 жылы 19 ақпанда қазіргі Алматы облысының шығысында орналасқан Алакөл ауданы Ынталы ауылының Таңбалы елді мекенінде дүниеге келген. Қасыл ананың құнды құжаттары, тұтынған бұйымдар қойылған музей бұрышының мектеп шәкірттеріне Батыр ана хақында ерекше ақпарат берері сөзсіз. Бүгінгі ұрпақта еңбек ерінің батыр рухын сезіндіруге жол ашатын музей бұрышының жұмысы табысты болғай. Аталған шараның жалғасы Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен, Көктем Групп компаниясының демеушілігімен мұғалім мәртебесін көтеру және оқушылардың ұстаздық мамандыққа деген қызығушылығын арттыру мақсатында білім басқармасының ұйымдастыруымен Қасыл Қатықбаева атындағы грант жеңіп алу үшін мектеп бітіруші түлектер арасында қалалық байқаудың марапаттау рәсімімен қорытындылады. Алматы қаласы орта білім беру ұйымдарынан ұстаздық мамандықты таңдаған 200-ге жуық түлек өз бақтарын сынады. Бірінші кезеңде функционалдық сауаттылық, өмірге қабілеттілік тақырыбында тестілеуден өтті. Екінші кезеңде мен таңдаған мамандық тақырыбында эссе жазды. Үшінші кезеңде Қазақстанның дамуына қосатын менің үлесім тақырыбында өз жобаларын қорғады. Байқаудың әр кезеңінде өз іскерліктерін көрсеткені үшін қаржылай сыйлықпен және мадақтама грамотасымен 30 үміткер сараланып, салтанатты түрде марапатталды. Салтанатты жиында сөз алған Алматы қаласы әкімі Бауыржан Байбек мемлекеттің мақтылығы білімді азаматтармен өлшенетінін жеткізді. Түлектерге ақ жол тілеп, сындарлы сәттен абыроймен өтуіне тілекші екенін айтты. Елбасы өздеріңіз білетіндей 5 әлеуметтік реформаны айтты. 20 мың грант қосылады. Науда мына жеке қордан тағы гранттар қосылған деген сөз ғой. Ол елбасының саясатын қолдау. Мына отырған біздің шәкірттеріміз болашақта дамыған елде тұрады деп мен сенімдімін. Білімнің арқасында тек қана білім, басқа амал жоқ. Сапалы білім мен саналы тәрбие алуға жағдай жасап, сауапты істердің жаршысы болып жүретін Алматы қаласының мәслихат депутаты, Көктем Групп компаниясының директоры Әділханов Мұрат Әділханұлының осындай игі бастамасы әр жыл сайын дәстүрлі түрде өз жалғасын таппақ.